Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? Бүгін сіздерге өте дәмді, тез, балалар сүйіп жейтін тағамды үйрететін боламын. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге тек қана картошка болса жеткілікті. Ең алдымен картошканы ұзын-ұзын етіп тураймыз. Картошканы турап болғасын, тұзды қосып жақсылап араластырамыз. Сосын қызып тұрған табамызға майымызды құйып, картошкамызды салып, жақсылап қызыл етіп қуырып аламыз. Мінекей, асымыз дайын болды. Осылай сарымсақпен әсемдеп беруге болады. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.